Орталық батыс тас жолының құрылысы келесі жылы басталуы мүмкін. Егер жобалық сметалық құжаттар дер кезінде дайын болып, жұмыс уақытында жүзеге асса, 2027 жылы қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз дейді мамандар. Қазіргі жолдың жалпы ұзындығы 1435 шақырым. Бұл Елордадан басталып, Атбасар, Есіл, Қостанай, Қарабұтақ және Ырғыз арқылы жүретін айналма бағыт. Ал төте жол салынса, бұл қашықтық 560 километрге дейін азаяр. Біздің ұсынып отырған жолымыз Астанадан Жантекеге болады, одан соң Егіндікөлге болады, ары қарай Арқалыққа, Торғай, Ырғыз жол болады. Жалпы ұзындығы 865 шақырымдық жол болады. Енді бұлай біздің мамандардың тілімен айтқанда, екінші категориялық жол жасаймыз деп отырмыз. Сонда жаңағы ені 9 метрлік жол болады, 2 жолақты жол жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Ол жол Транскаспий көлік бағытына алып барады, және де Батыс Еуропа, Батыс Қытайға алып барады. Ал ол жердегі көлік қарқындылығы өте жоғары. Ол жолмен көбінесе транзит өтеді, жүк тасымалдайтын тұрғындарымыз, шетелден келген жүргізушілер өтеді. Сондықтан ақылы болуы мүмкін. Жаңа бағыттың бойында 13 елді мекен орналасқан. Оларда жалпы есебі 70 мыңға жуық тұрғын бар. Жолдың құрылысы басталса, жергілікті азаматтар жұмыспен қамтылмақ. Торғай Арқалық тас жолы осы Жангелдин ауданы орталығы Торғайға келгеннен кейін тұйықталады. Ары қаратай батысқа ешқандай жол жоқ. Біздің батысқа қаратай Ақшығанақ ауылы бар, осы жерден 75 шақырым жерде орналасқан. Ол енді грейдер жолы, қиыршық тас төселген. Кейбір учаскелер бар, кішкене жөндеуді қажет ететін, өйткені құмның үстінен өтетін учаскелер бар. Содан кейін ары қаратай біз Ырғыз ауданымен шекаралас орналасқан. Ырғыз ауданымен, бірақ дегенмен екі аудан аралығында ешқандай жол қатынасы жоқ. Біздің облыс үшін өте үлкен жағдай болды. Қуанышты болдық. Адам кейбір жақсы келеді. Осы жолды қаншама күтті халық. Сол бүкіл ел Қостанай елі, Торғай елі өте қуанышты. Қолданыстағы ереже бойынша күре жолды бірнеше компания салуға тиіс. Мердігерлердің әрқайсысына 50 мен 100 шақырым арасында жер телімдері бөлініп беріледі. Қаржы бірінші кезекте ол шетелдік қаржы ұйымдарынан алынады деп күтілуде. Ал жол құрылысының өзіне келетін болсақ, ол жерде отандықта, шетелдікте компаниялар бірлесіп жұмыс жасай береді. Бүгінде елімізде жол салатын 200-ден аса отандық компания бар. Сондай-ақ Әзірбайжан, Түркия, Италия сияқты мемлекеттердің де мердігерлері тіркелген. EPCM контракттарды қарап жатырмыз. Ол дегеніміз бір мердігер ұйым жолды өзі жобалап, өзі салып, өзі қолданысқа бергеннен кейін бірнеше жыл өзі күтіп ұстайды. Мәселен, 2 жылдың ішінде жол салады, 3 жыл немесе 5 жылдың ішінде күтіп ұстайды. Сонда 10 жылға жуық уақыт бір мердігер компанияның құзыретінде сол жол болады. Жауапты компания жолды сапасыз салмас үшін осындай амалдарды қарастырып жатырмыз дейді мамандар. Сондай-ақ мұнда жан-жануарлар үшін арнайы өткелдер де қарастырылады. Орталық батысты жалғайтын даңғылдың асфальты толығымен жаңартылады.